Гүлшібек Мүбәрак Перевоз 8 бөлім. Ата, ата, арқанның ұшын таппай жатырмын, деген Бақбөрге ол. Балам, асықпай іздесең табасың, деді де өрістен қайтқан малға қарай кетті. Өзінің сүт кенжесінің еншісіндегі құла түннен артқы аяғын сылтып қалған екен. Тасқа қысып алды ма, болмаса қорыққа аяғын тығып алды ма деп айналып арт жағынан өте бергенде жалының арасында байланған қызыл шашақты көрді де қайта үйге қарай келді. Кенжесін шақырып алып, Кенжеқұл, екеуміз айырбас жасайық. Неге, көке? Құла дөненіңді маған бер, ал менен қалаған бір атыңды ал. Көк асауды бер. Көк асау 6 жасар ат. Неге екенін қайдам, соның мойнына құрық салмаған еді. Тек бестісінде ұстап піштіргенде үстіне бір рет тоқым жаппай жіберген. Ата айтқандай шу асаудың өзі. Оны міне алмайсың. Онда ауыспаймын. Басқа қалаған жылқыңды берем. Көке, көк асаудан басқаға ауыспаймын. Еркі өскен ұлымен түннің бір уағына дейін саудаласты. Ол да көк асаудан басқаны қаламады. Ақыры айырбас жасалды, келісті. Ол сыртқа шығуға қамданып жатқанда, ұлы, көке, осы саған жаман құла неге керек болды? Соған қайранмын. Оны сұрама, сауда сақал сипағанша. Келістік, қол алыстық. Көк асау сенікі, құла дөнен менікі. Болды, бітті. Мен ұтылғам жоқ. Жаман құланы атақты көк асауға айырбастадым. Ол ешкімге үндемей сыртқа шықты да анандайда үйездеп тұрған құлаға шалмалақтырды. Сосын жеңгесінің берген жаулығын беліне орап алып Бақбөрдің қасына келді. Ата, ата, арқанның ұшын қайда тықтың? Таба алмай жатырмын, деген Бақбөрге. Балам, оны асықпай табасың. Жүр, екеуміз бір жаққа барып келейік, деп аяғындағы матауын босатпақ болып еді. Бақбөр өзінен бұрын қимылдап лезде босанды да, ата, ата, қайда барамын? Мен арқан шешемін. Тез, тез, деп алақтап ары-бері жүгіре бастады. Менімен еріп отыр. Ол құла дөненді жетектеп үңгірге жеткенше Бақбөр қараңғылық тұмшалаған сайдың ішін бас-аяғына неше мәрте шыр айланып шарлап шықты. Үңгірге таяй бере қасына жетіп келген Бақбөр, ата, ата, көш келіпті. 7 үй, 2 апа, 7 ит, 2 ешкі. Жарайды, қой енді балам, қасымда жүр, деп жеңінен тартты. Бақбөрдің айтқан сандарына да мән бермеді. Ол осы 7 мен 2-ні көп айтатын. Үңгірдің аузына жете құла дөненді 4 аяғынан тұсап жықты да қынынан лыпылдап өтіп тұрған пышақты алып Бақбөрге ұстатты. Бауызда енді, деді. Бақбөр қолына пышақ тие көз ілеспес жылдамдықпен құлағынан да тамақтан орып жіберіп, шапшыған қаннан тайсалмастан жұлындап басын бөлек алды да қарсыдағы қарағайдың ішіне тесіле қарап аз-кем тұрды да қолындағы басты пышақпен қоса жерге тастай салып, ата, ата, деп жүгіре жөнелді. Ол әупірімдеп жүріп құнанның денесін томардың үстіне әзер шығарды да, Бақбөрі, балам, деп дауыстап еді. Бақбөр лып етіп жетіп келді. Екеуі ақырын аяңдап үйге қайтты. Келе сала домалаңдаған кигізбен қайта арпалысып кеткен Бақбөрге сәл айлансоқтап қарап тұрды да үйіне кіріп кетті. Барлығы жатып қалған екен. Қараңғыда жайлап басып орнына барып жатып қалды. Жалғасы бар.